4-ші сынып жаратылыстану пәні. Сабақ тақырыбы металдар қандай болады? Сабақ мақсаты түсті металдардың түрлерімен танысасың, олардың таралу аймақтарын анықтайсың. Марапаттау. Балалар, марапаттау дегеніміз не? Яғни спортта, өнерде, білімде, түрлі жетістіктерге оқушылар жетіп жатады. Міне соның жеңімпаздарын марапаттайды. Міне, яғни марапаттаған уақытта, әсіресе спортта бірінші орын алса алтын медаль, екінші орын алса күміс, үшінші орын алса қола медальдармен марапаттап жатады. Міне біздің бүгінгі сабағымыз осы бағалы металдар, түсті металдар. Ал енді түсті металдар дегеніміз не? Түсті металдарға нелер жатады екен? Кенді пайдалы қазбалардан түсті металдар алынады. Түсті металдардың түрі көп. Қорғасын міне. Мынау мыс, екіншісі мырыш. Осылар, яғни ауыр металл деп те аталады. Түсті металдардың қоспалары болады. Мыс пен мырыштың қоспасы жез деп аталады. Жезден жасалған сымдарды электрлік және радиотехникалық құралдарда қолданады. Ал мыс пен қалайының қоспасынан қола жасалады. Одан жарыста 3-ші орын алған жеңімпаздарға медаль жасайды, мүсін құяды екен. Ал жеңіл металдарға не жатады екен? Алюминий, титан, магний. Міне бұлар жеңіл металдар. Олардан электр өткізгіш сым, тұрмыстық ыдыс аяқ, машине дискісі жасалады екен. Ал бағалы металдар, оның аты айтып тұр, бағалы заттар. Яғни алтын, күміс сияқты бағалы металдардан әртүрлі әшекей бұйымдар жасайды екен. Ал енді осы металдар туралы, яғни Қазақстанның пайдалы қазбалар туралы бейне жазбамызды көрейміз. Жер қойнауындағы байлықтары жөнінен Қазақстан әлемде алғашқы орындарда тұрғанын білесің бе? Балалар, туған жеріміз минералдық қазбаларға өте бай. Мұның дәлелі жерімізден Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы табылған. Еліміз вольфрам, қорғасын және барий қоры бойынша дүние жүзінде бірінші орында, ал хромит, күміс, цинк қоры бойынша екінші орында. Марганец пен молибден қорынан 3-ші орында тұр. Жеріміз мыс қоры жөнінен әлемде 4-ші ел болса, алтын қоры бойынша 6-шы орында. Ал мұнай қоры жөнінен еліміз әлемдегі алғашқы 10-дыққа кірсе, ашылған уран кен орындарының дүние жүзілік қоры бойынша 2-ші орында тұр. Балақай, сен мұнымен мақтануға тиіссің. Мінекей біз бейне жазбаны көрдік, Қазақстан пайдалы қазбаға өте бай екен. Енді бала, мына Қазақстанның пайдалы қазбалар картасына мұқият қараймыз. Яғни бізден көп деген пайдалы қазбалар шығады екен. Тас көмір, қоңыр көмір, мұнай, табиғи газ, хромит, никель, асбест, алтын, мыс, полиметалл, ас тұзы, темір, алтын, күміс деген сияқты. Ал енді келесі тапсырма өзіндік жұмыс. Осы картаға қарап отырып, сендер алтынның, мыс кенінің, асбестің, темірдің, полиметалдың шартты белгілерін табасыңдар. Сөйтіп оны қандай шартты белгімен белгіленгенін белгілейсіңдер мына кестеге. Соң таралу аймақтарын табасыңдар. Яғни ол пайдалы қазбалар қай жерден шығады екен? Іске сәт. Ал енді өзімізді тексереміз. Алтынның шартты белгісі, яғни мынандай болады екен, мыс кенінің шартты белгісі 4 бұрышты қара түс екен, асбест қосу таңбасы сияқты екен, темір 3 бұрышты қара, полиметалл, яғни дөңгелекшенің ішінде 3 бұрыштар іздесі ақ қара. Шартты белгілер. Енді таралу жерін қараймыз. Мысалы алтын қай жерден шығады екен? Солтүстік Қазақстан, Васильков деген жерлерден шығады екен,
мыс кені. Ал асбесттен мына шипырлар жасалады екен, иә? Ол қай жерден шығады екен? Жезқазған, Бөгетсай деген жерлерден шығады екен. Ал темірден ауыр металдардан, яғни көптеген нәрселер жасайды, иә? Мына темір жол рельстерін жасайды екен, көліктер жасайды. Ол қай жерден шығады екен? Міне Қостанай, Жезқазған жақтардан шығады. Полиметалл біздің оңтүстік Қазақстаннан шығады екен. Одан түрлі, яғни тыңайтқыштар жасалады екен. Ал енді өзіміздің қателіктеріміз болса, осы қатемен жұмыс жүргіземіз. Кестеге қарап отыр. Артығын тап ойыны. Балалар, бірінші қатарда, екінші және үшінші, төртінші қатарда сөздер жазылған. Бірінші қатарда қай сөз артық деп ойлайсың? Неліктен ол артық? Екінші қатарда қай сөз артық? Үшінші, төртінші қатарда артық сөздерді табаймыз және оны дәлелдейміз. Ал дұрыс жауабымен тексереміз. Бірінші қатарда алтын артық, иә? Өйткені қалғандары түсті металдарға жатады екен. Екінші қатарда күміс артық. Күміс сөзі артық. Өйткені екінші қатардағы сөздер жеңіл металдарға жатады екен. Ал үшінші қатарда темір деген сөз артық. Өйткені үшінші қатарда жанғыш пайдалы қазбалар жазылған. Ал төртінші қатарда көмір артық, иә? Өйткені қалғандары бағалы металдар екен. Ал енді балалар, біз бүгін сабағымызда кері байланысты осы түсті, яғни бағалы металдарға қарай береміз. Яғни сен сабақты өте жақсы түсінсең, алтын түсті, яғни металдың үстіне апарып, өзіңнің жапсырмаңды жапсырасың. Ал егер сабақта әлі де сұрақтарың болса, онда күміс түсті металдың үстіне барып жапсырмамызды жапсырамыз. Ал енді сен сабақ өте қиын болса, әлі ізденуің керек болса, онда қола түсті металдың үстіне өз жапсырмамызды жапсырамыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.